Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен француз мерингасын дайындайтын боламыз. Алдыменен керекті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Кішкене биіктеу ыдысқа енді жұмыртқамыздың сары уызынан ақ уызын ажыратып аламыз. Ақ уыз салатын ыдысымыз құрғақ, тап-таза құрғақ болу керек. Кішкене болса да сары уызы кетіп қалмасын. Осылай асықпай ажыратамыз. Мінеки жұмыртқамызды сары уызын бөлек ыдысқа, ақ уызын осындай ыдысқа ажыратып алдық. Енді осылай блендермен жақсылап араластырамыз. Ақ уызымыз кішкене көбіктенгенде ақырындап шетінен қантымызды салып отырамыз. Аз-аздан қантты салып отырамыз. Кішкене лимон қышқылын саламыз. Қоюлығын ұстап тұратын крахмал саламыз. Мінеки абдан қоюланғанша мерингамызды араластырып алдық. Енді бұны ыдысымыздан төңкергенде ақпайтындай етіп қою ғып дайындап аламыз. Мерингамызды осылай пергамент қағазына бір келкі қылып жағып шығамыз. Пергамент қағаздарын качествосы жақсы болу керек, жұқа болса жабысып қалады. Осылай бір ыңғай қылдырып жағып шығамыз. Сіздерде мысалы жеміс-жидекті морозильникқа қатырып қойсаңыздар, меринга духовкадан пысқаннан кейін кремнің үстіне жағып шықсаңыздар болады. Ал мен духовкаға салмай тұрып, осылай үйдегі жаңғақты жақсылап сеуіп шығамын. Осы уақытта духовкамызды 160-150 градуста қыздырып аламыз. Мерингамызды жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мінеки мерингамыз дайын болды. Ақырындап ар жағын аударып аламыз. Қағаздың ыстық кезінде осылай алып аламыз. Салқындаған кезде де алсаңыздар болады. Егер де пергаментарыңыз дұрыс болмаса, барлығы жабысып қалады. Енді бұны бізге орех сепкен жағы керек, сондықтан да осылай үстінен тағы да пергаментный бумагамызды салып, духовканың сеткасын алып, осылай ар жағын абайлап, ақырындап бізге ар жағы керек, сондықтан ақырындап аударып аламыз. Енді бұл мерингамыз бір 10-15 минут салқындап тұрсын. Біз сол уақытта жағатын кремімізді дайындайтын боламыз. Енді сап-салқын кілегейді осылай миксермен қоюланғанша араластырамыз. Кілегейіміз бір күн бұрын холодильникке сатып алып, қойып қойсаңыздар болады. Ақырындап осылай қант ұнтағын қосамыз. Енді қант ұнтағын көбірек қосасыздар ма, азырақ қосасыздар ма, өз қалауларыңыз. Өйткені мерингада қанты бар онда да. Осылай қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Егер де көбірек араластырсаңыздар, іртік болып кетеді. Сондықтан өздеріңіз қарап тұрасыздар. Енді осылай
мешочегімізға салып аламыз. Кішкене безендіргенге алып қоямыз. Осылай барлығын жағып шығамыз. Енді осы пергамент қағазынан үстінен ақырындап домалақтап ораймыз. Бұл өте нәзік сынғыш келеді, сондықтан асықпай осылай ораңыздар. Осылай орап шығамыз. Мінекей меренговый рулетіміз дайын болды. Қалған кремімізбен безендіріп, жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.